Сандуғаш. Ой, Сандуғаш, сұлу болып тұрсыз, бір русалка сияқтысыз. Шашыңыз да сондай әдемі. Бұл енді бір иығыңыздағы орамал алдағы уақытта басыма тағылады деген белгі шығар. Жұғысты болсын. Әрине. Ал сізді енді таңдап келген үміткер бар екен. Қатты қуандыңыз. Тіпті эмоцияңыздан бірден сезілді, таң қалдыңыз. Күтпедіңіз ба бүгін? Мен вниманияның бәрі ханзадаларымызда болғаннан кейін келеді деп күтпедім. Бірақ көп күттім. Күнде күтем. Сіздің таныстығыңыз қашан аяқталып еді? Өте ұзақ бір айдай болды. Бір айдай болып қалды, я? Жақсы, өткеннің барлығы ұмытылған да шығар. Ендеше сіздің жаңа үміткеріңізді шақырайық. Сандуғаштың үміткері, келіңіз. Ал, жайғасыңыздар. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Алейкум ассалам, рахмет. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, есіміңіз? Есімім Думан болады. Жасыңыз? Жасым 25-те. Жетісу облысының тумасымын, бірақ қазіргі уақытта Алматы қаласында тұрамын. Алматы қаласында өмір сүріп жүрсіз? Иә, Алматы қаласында. Неге Сандуғаш? Неге Сандуғаш емес? Сандуғаш қылықты. Мен енді көрдім, эфирді көрем, әдемі, мысалы. Енді өзім сөздің шыны керек, қыздың сырт келбетіне бірінші қарайын. Сырт келбеті жағынан Сандуғаш көзіме оқтай түсті. Тамаша. Сандуғаш, таныстықты бастасаңыз, рұқсат. Атыңыз кім? Атым Думан. Думан, қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге көп рахмет. Үйдегілеріңіз біледі ме келгеніңізді? Иә, барлығы біледі. Соңғы ара қатынасыңыз қашан болды? Бұрын соңды үйленгенсіз ба? Соңғы ара қатынас бұрын соңды үйленген болғанда, иә, ажырасқанмын. Бір қызым бар. Жасы міндетті түрде. Неге ол? Өйткені мендей жігітті туып берген әке-шешем, мысалы, сол кісілерді қарамағанда ол үйге не үшін келін болады деп ойлаймын да, ол мысалы, бірге тұрмаса. Үйге барып тұру керек, ол бірге келін болып, келінді қызметін атқару керек деген ой. Түрі инноватты болғанмен, бұл қыз клубтарда, көңіл көтеру орталықтарында қыдырған жақсы көреді да, соған сіздің көз қарасыңыз қандай деп айтқым келеді да? Менің көз қарасым, мен келдім, болды енді, ол қызда ондай болмайды деген. Түсінбедім.